Өрмекші адам. Нью-Йорк картасы реальный өмірмен бірге бір үйлесімде жасалған. Спайдермен, яғни Человек-паук. Өрмекші адам қалай айтамыз? Бізде өрмекші адам деген құлаққа біртүрлі естілгенмен, бірақ бұрында қазақша аударылған версиялары болды. YouTube'дан да көрдік, мүмкін телевизордан көрдік, бірақ көп жерде біз 94 жылғы мультфильмнен бастап оны Великий Человек-паук, ойбай Amazing Spider-Man деп танимыз. Бірақ қазақшасы енді өрмекші адам. Өрмекші адам ойынның картасы Нью-Йорктың өте дәл репликасы. New Times Square, Central Park, Empire State Building бәрі өз орында. Бірақ ең қызығы, Marvel әлеміне тән Avengers Story, яғни Мстительдердің башнясы, Доктор Стрэндждің Санктум Санктурумы, Ваканда елшілігі сияқты ойдан шығарылған ғимараттарда картада бар. Яғни бұл Нью-Йорк, реальный өмір мен Marvel әлемнің қосынды гибриді. Ойын ішіндегі мини-пасхалка ол әрине Стэнли. Marvel аңыздарының бірі Стэнли бұл ойында арнайы көрініс береді. Оның кейіпкері Питер мен Мэри Джейнге «Мен сендердің екеуің жұп болған кездеріңді жақсы көретін» деп айтады. Бұл Стэнлидің соңғы ойын камеоларының бірі, және ол фанаттар үшін өте ерекше сәт.